Келін ата-анама ұнамады, сөз қайтарады. Ұрыс керіс болды, 7 жыл тұрдық. Бала болмады, экоға бардық, болмады. Соңғы 2-3 рет қатты ұрыс болды. Әке-шешем безді, бөлек тұрыңдар деді. Мен үйіне жібердім дейді. Сіз қайдасыз деген сұрақ туады. Қараш, сен маған қазір айтып жатсың да, мынау атанаң, мынау сенің әйелің. Енді сұрақ. Мына екеуі ұрысып жатыр, үшеуі. Сен қайдасың деген сұрақ. Сен қазір мынаны кінәлі қылып жатсың, мына әйелді вечно біз кінәлі қыламыз. Бопты, бұл жаман бола қойсын, бала тумапты саған, ұрысыпты. Сен қайда жүрсің деген сұрақ. Неге сен жоқсың мына ортада? Неге сен мына ортада не мына әйелді қорғамайсың, не атаның ортасың? Неге сен тұрмайсың? Егер сен тұрсаң, мына ешқашан сенен аттап, үстіңнен ұрып атанаңа төбелесе алмайды жан. Проблема әйелден іздеме сен. Сен оны бала тумады бүйтпеді. Проблема сенде. Сен қорғай алмай жатсың оны. Түсінікті? Енді кетіпті, жіберіпсің, енді оны айтудың керегі жоқ, ақталудың. Болары болды, кетті. Оны ақталмай қойыңыздар. Біз көбінесе келінді жіберіп, әйелді жіберіп болғаннан кейін жаңа да айттым, ақталудың қажеті жоқ. Түсінесіздер ме? Өзің жібердің, өзің ұрыстың, болды, кетті. Оның қажеті жоқ. Бірақ әйелім мамамен ұрысты деген кездегі осы жерде саналы адам, егер кішкене бір өмірден түсінігі бар, кішкене кітап оқыған адам болса, сен қайдасың? Сен неге қорғамайсың? Жоқ, сенен асып кете беретін дерскі ма? Каратайға қатысқан ба, Шотаканға? Жоқ, онда емес. Онда дзюдоға қатыспаған болса, онда проблема әйелден шықпайды, проблема сен айтшы, бауырым. Егер шындық айтқан болса, ал енді кеткен болса, оны чұқып, қайта бейтіп, езудің керегі жоқ. Солай.